Бұл Сәкен Шынымовтың ең алғашқы Назерке атты туындысы. 1994 жылы Назерке есімді қызы туылып, осы өлеңді соған арнап жазған. Бұл әні сол жылы облыстық сазгерлер байқауында жеңімпаз атанады. Қазіргі таңда Сәкен ағамыздың жүздеген туындылары бар. Өлеңдерінің көбі балаларға арнап жазған. Бүгінгі кеште сазгердің 20 өлеңі орындалып, ән сүйер қауымның құлақ құрышын қандырды. Енді бүгінгі шығармашылығым мына балаларға арналып тұр. Көптеген әндерім, осы 30 шақты әндерім, осы бала бақша, мектеп жасындағы балдарға арналған. Соның жиынтық есебінде бүгінгі ұйымдастырып атқан балаларға шығармашылығын көрсету, халыққа насихаттау. Сол мақсатта өткізіліп жатыр. Жалпы қаланың балабақшаларынан және мектептерінен балдар келіп қатысуда. 1994 жылы Таңшолпан байқауында өнер көрсеткен 17 жасар Гүлнұр Оразымбетова Сәкен Шынымовтың «Аналарым» атты әнін орындап бірінші орын алды. Тыңдарман қауымның жүрегіне жол тапқан композитордың шығармаларының біразы Рахат Наурызбаева апамыздың сөздері. Бүгінгі кеште сәті бүгін келіп жатыр. Әйтпесе бұл жігіт өте көп жұмыс істейтін, өте талантты жігіт. Мына менің 50 жылдығымда, яғни осыдан 20 жыл бұрын Сәкен бар, Рамазан бар, Талғат Нағашыбаев бар. Бәрі келіп менің әндеріме сөз жазып, айналамда қоршап, үлкен қолдау көрсеткен еді. Мінекей бүгінгі таңда Сәкеннің де үлкен шығармашылық кеші болып жатыр. Бола береді әлде де. Әсіресе балаларға арналған дүниенің мәдениеттеніп, кәсібиленіп, жоғарғы деңгейде дайындалып өтіп жатқаны бұл үлкен рухтың белгісі деп ойлаймын. Атадан келген қасиетті бұл жігіттер дамытып, жас ұрпаққа үлкен өнерге жетелеп, өнерлерінің көзін ашып, осындай үлкен дәрежелі кештің болып атқаны өте қуанышты. Бүгінгі сазгердің туындыларына арналған кеште келген қонақтар оған деген жылы лебіздерін жеткізіп қана қоймай, қоғамның мәдениетіне қосқан орасан зор еңбегін бағалап, арнайы алғыс хаттармен марапаттады. Нұр Отан партиясының облыстық білім басқармасы мен қалалық білім бөлімі және жастар ресурстық орталығының дипломдары өз иесін тапты. Халқының жүрегіне жол тауып жүріп, Қазақстан композиторлар одағының үлкен байқауларының жеңімпазы, жаңа айтып жатыр, өзі бірнеше әндердің авторы, өзі осы бірнеше әндерге сөзге ән жазып отырған қазір танымал. Біз енді кешегі 90 жылдардың маңайынан бастап осы әндер жарыққа шыға бастаған. Содан қазірге дейін енді үлкен жетіліп, үлкен қазір шарықтап, қанатын барынша жайып, өсіп қалықтап келе жатқан кезі Сәкеннің. Сол үлкен шыңнан шыңға шыға берсін деген үлкен аналық тілегіміз айтатынымыз. Мектеп табалдырығынан бастап ән айтуға зерек болған Сәкен Шынымов мәдениет саласында республикамызға беделді тұлғалар қатарында. Балаларға жаны жақын дара тұлға, бүгінде ұлағатты отбасының тірегі, 4 баланың әкесі. Біз де әнші композиторға толағай табыс тілейміз. Олжас Дәуіт, Берік Байымбетов, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.